Бәрі жақсы ма? Керемет. Қане достарыңды экран алдына шақыр. Бүгін жаңа ертегіні әңгімелеп беремін. Айтпақшы, мен сені оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Оқу жылын өте жақсы бағаға бітірдің деген ойдамын. Солай ғой? Керемет, жарайсың. Ал енді ертегімізді бастайық. Қане, барлық достарыңды экран алдына шақыр. Ертегі басталады. Бүгін мен саған түлкі мен қырғауыл жайлы ертегіні әңгімелеп беретін боламын. Бір күні түлкі қалың ағашта аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Ағашқа қарай жақындап келеді де: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым? Қалыңыз қалай?» деп сұрайды екен. «Сәлеметсің бе, түлкі? Өзің қалайсың? Жерге түсіп сөйлессек қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» деп түлкі қулығына басады. «Жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін» деп қырғауыл жауап беріпті. «Әй достым, биылғы заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана естіп келдім. Жаңадан бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасын. Қой мен қасқыр дос болсын. Қырғауыл мен түлкі бірге жүрсін деген жақсы хабарыңыз бар екен. Рахмет, достым» депті қырғауыл. «Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді қырғауыл. Ал ит деген сөзді естіген түлкі жалт бұрылып қаша жөнеліпті. Сол кезде қырғауыл түлкіге былай дейді: «Қайда барасыз, түлкім? Бұйрықты ұмыттыңыз ба?» «Кім біледі, бұйрықты олар естімеген шығар». Түлкі міңгірлеп қаша беріпті. Осылайша түлкі қырғауылды алдап уысына түсірмекші болған. Ал қырғауыл да осал емес екен. Ол өзінің ақылдылығымен түлкіге жем болмады. Ал бұл ертегіні қорытындыласақ, балақай, өзін алдап жемтік қылғысы келген түлкіні қырғауыл алдап соққан екен. Осылайша қырғауыл аман, түлкі болса иттерден қорқып өз жөнімен кеткен екен. Ертегі саған ұнады деген ойдамын, балақай. Міндетті түрде лайк басып, достарымен бөлісуді ұмытпа. Мен сенімен енді қоштасамын. Келесі кездескенше.